Құрметті достар, Ақтауға грэпплингтен әлем чемпионы Ақтауға келді деп мен өз орнында отыра алмадым. Себебі мен ол адаммен сұхбаттасып кездесуім керекпін деп шештім. Себебі білесіздер ғой, мен үлгі тұтатын адамдардан сұхбат аламын. Сонымен кездесіп отырмын. Ал танысып қойыңыздар. Әйгерім Әбілқадырова апам. Сәлем берді. Сәлем берді. Апам, мен өте қуаныштымын сізбен жүздесіп отырғаныма. Атам қазақ айтқан ғой, жақсымен сұхбат өткізген бір күн, босқа өткізген 100 жылдан артық деген. Менің сізге дайындаған сұрақтарым бар, дайынсыз ба? Я, әрине дайынмын. Өзіңіз туралы айтып беріңізші, қай жерден тудыңыз, спортқа қалай келдіңіз? Мен негізі өзім кішкентай кезінен бастап тренировка жасаймын, 5 жастан бастап. Негізі өзім туған жерім, ол Астана қаласы. Күреске өзімнің әкем әкелді. Кішкентай кезінде қатты нәзік болдым. Сол себепті әкем кішкене спортқа келіп қатайсын деген ойда берді. Апа, Маңғыстауға қандай мақсатпен келдіңіз? Негізі Маңғыстау, Ақтау қаласы өзіме қатты ұнайды. Білмеймін, енді осы ең бірінші келгенде 5 жыл бұрын осы жерге келгенмін. Сол уақытта жаңағыда Ақтаудың теңізін көріп, соған ғашық болғам қатты. Сол себепті енді ең басты себеп сол деп ойлаймын. Бірақ негізі Ақтауға келген себебім жаңағыда бірнеше жұмыстарым бар, сол себепті келдім. Апа, сіз қарапайым қыз болдыңыз. Өз еңбегіңізді арқасында әлем чемпионы болдыңыз. Қалай екен мықтылардың мықтысы болу? Өзгешелік бар ма? Бар. Әлем чемпионы жаңағыдай өте үлкен дәрежеде өтті. Мен жаңағыдай күрескенде ең бірінші бір күн бұрын әлем чемпионатының алдында мен жаңағыдай жарақат алып қалдым. Сол уақытта өте қиын болды. Сонда сол күресті тастайын, сол уақытта күреспей қояйын деген ойдарда кетті. Сол уақытта бірақ жаңағыдай мені өзім туғандарым қолдап, сол уақытта жаңағыдай қол жинап, жаңағыдай енді күрестім, сол әлем чемпионаттым. Жақын арадағы жоспарларыңызбен бөлісе аласыз ба? Жақын арада жоспар деген көп, енді ең басты спорт жағынан үлкен жаңағыдай алға қойған мақсаттарым көп. Ең бірінші ол жаңағыдай дзюдо күресінен әлем чемпионаты және де олимпиада ойындары болады. Сол жарыстарға енді қазіргі уақытта дайындалып жүрмін. Енді қазіргі басты жарыс осы жылға енді желтоқсан айында Қытай елінде гран-при жарысы болады. Сол жарысқа қазіргі уақытта дайындалып жүрмін. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Сіз үшін ең беделді адам кім болды, яғни авторитетті? Әкеңіз ба, ағаңыз ба, әлде анаңыз ба, ата әжеңіз ба? Және қандай ақыл сізге мәңгі өмір қағидасы болып жүр? Негізі менің жаңағыдай кішкентай кезінен бастап спортқа қатысқаннан бері мен өзім бүкіл туғандарым қолдайды әрқашан. Мен жаңағыдай өзім туған атам, әжем, әкем, анам, нағашы жақтарымда бүкілдері кішкентай кезінен бастап мені спортшы деп біледі. Енді бүкілі қолдайды. Әрине ең бастысы, мен ойлаймын, ең ең беделді адам өзім үшін негізі анам болып табылады. Анам жаңағыдай мен спортта қиын кездер болды. Сол уақытта спортты қойғым да келді. Сол уақытта анам маған айтты, осы сен 5 жастан бастап жаңағыдай жаттығу жасайсың, бұл барлығы енді өзіне алдына қойған мақсатының бірінші жет, одан кейін ғана қоя аласың, енді сол деп айтты. Апа, осы спортқа сізге күнделікті өмірде көмектесті ма? Мысалы, көшеде кетіп бара жатып, немесе бір жерге барған кезде сізге біреу тиіскенде қорғана алдыңыз ба? Я шында спорт негізі қатты көмектеседі. Көбінесе жаңағыдай, болды ондай жағдайлар кішкентай кезінде, көбінесе қазіргі уақытта енді болған жоқ, енді бірде 5-6 жыл бұрын жаңағыдай адамдар болды, мысалы, тез кететін, мысалы, қасына сен спортшысың, сені енді көрейік, сен қандай қыз екен, сонда жағдайлар болды. Сонда спортты жаңағыдай қолданып,
жаңағыдай сол жерден шығып кеттім. Апа, сұхбатымыз қызық болу үшін мен сізге қызық сұрақтар қоямын. Егер сіз Абылайхан заманында өтіп кетсеңіз, өзіңізді кім деп елестер едіңіз? Негізі Абылайхан заманын білмеймін, бірақ маған негізі өзіме қатты жақын ол біздің енді сақтардың патшайымы Томирис. Сол кісіге қарап енді көбінесе сол кісінің жаңағыдай көп жерде жаңағыдай шайқасқанын, өзінің елін алға қарай жаңағы жерін бермеу үшін қаншама шайқасты. Сол жаңағыдай сол апаларға жаңағыдай Әлия, Мәншүк апаларым сияқты сол кісілерге қарап мен өзіме қарай жаңағыдай мотивация аламын деуге болады. Тап осы жерге алдыңызға $1 миллион сізге алдыңызға түссе, осы ақшамен не істер едіңіз? Негізі $1 миллион түссе, білмеймін енді. Доллар ол. Доллар, иә. Енді әрине ең бірінші, білмеймін енді, өзіме үлкен үй алғым келер еді негізі. Және де мен көбінесе жаңағыдай кішкентай балаларға, жаңағыдай жағдайы нашар балаларға көбінесе мен жаңағыдай мастер-класстар, өзімнің жаңағыдай мысалы киімдер, отқан нәрселерімді, сондай нәрселерді көбінесе жаңағыдай балаларға мотивация ретінде беремін. И көбінесе жаңағыдай балаларды жаңағыдай алға қарай дамыту үшін көп үлесімді қосамын сондай жерлерге. Сондайға жаңағыдай $1 000 істедім. Мен өзім экология мәселелеріне көп айналысамын. Сізді қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша бір амбассадор ретінде шақырамын. Келісесіз бе? Иә, әрине. Мен қуана келісемін. Мен сізге арасында көмек ретінде хабарласып тұрамын. Қолдайсыз ба? Әрине. Мен сізге сенемін, қолдайтыныңызға. Әрине қол. Апа, мен дзюдоға 2-3 айдай бардым, бірақ бармай қалдым. Еріндім бе? Әлде өзімнен мықты қыздарды көріп сескендім бе? Білмеймін. Маған және мен сияқты спортқа батылы бармай жүрген сіңлілеріме қандай кеңес бересіз? Әрине, басында мысалы келгенде, мен мысалы 5 жасында өзім келгенде, мен өзім есімде бар. 5 жасында келгенде мен жаңағыдай көп балалар болды. Сонда енді қиын болды басында. Мен үшін жаңағыдай басында енді күрескен алдында, мысалы біз жаңағыдай тек қана ойнадық. Мысалы менің ойымша, бұл жаңағыдай жаттықтырушыдан байланысты негізі. Себебі жаттықтырушы жасы болса, мысалы басында көбінесе кішкентай балаларға ойын ретінде береді. Бала қызығады көбінесе. Одан кейін жаңағыдай жарыстарға ақырында апарып жаңағыдай баланың көзіндегі жаңағыдай отты жандыру керек бұл спортқа. Мен ойымша солай болу керек. Әйгерім апа, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жасаған тұңғыш жолдауын қазақ тілінің мәртебесі туралы айтты. Қазақ тілінің ұлтаралық қатынасы тіліне айналатын уақыт келді. Бұл үшін барлығымыз жұмыла әрекет етуіміз қажет, деді президент жолдауында. Осыған байланысты қазақ тілінің мәртебесін қалай көтереміз және ұлтаралық қатынастар тілінде дегенде қалай қол жеткіземіз? Негізі қазіргі уақытта, шын айтсам, өзімде енді үлкен жаңағыдай айта аламын, өзім жақсы білемін деп енді қазақ тілін. Негізі өзім қазақша оқығанмын, бірақ мен ойымша қазіргі уақытта көбінесе жаңағыдай кино деген сияқтылардың бар терін қазақша қою керек. Негізі қазақ тілін дамыту керек. Себебі мысалы қазіргі уақытта өзін тілін білмейтін адамдар көп. Апа, Қадыр Мырзалиев атамыздың айтқан бір сөзі бар. Ана тілің 60 тілге татиды деген мағынаны сіз қалай түсінесіз? Мен ойымша бұл мақалда жазылған енді өзің мысалы 60 тілді білгенше өзің тіліңді біл деген, ең бірінші енді өзің тіліңді біл деген сөз ғой. Мен ойымша солай. Әйгерім апа, мектепте буллинг өз басыңыздан өткізіп көрдіңіз бе? Тек шыныңызды айтыңыз, сізге әлде сіз біреуге әлімжеттік жасадыңыз ба? Әр мектепте ондай болады. Әсіресе жаңағыдай 5-7 сыныптардың аралығында
сол уақытта енді негізі көбінесе ұлдар емес. Мен кішкентай кезінде, мысалы, сол уақытта 5-7 сыныпта көбінесе ұлдар маған тиіспейтін, себебі барлықтары білетін, мен өзім негізі спортпен айналысатынымды, күресетінімді, бірақ ол қыздар арасында ондай болып тұрады. Себебі қыздар мысалы өздерінің арасында жаңағыдай енді қандай болмаса да атаман деген сөздер шығарады да, енді сонда айтады, типа кім осы мектепте атаман деген сияқты. Сол уақытта мен енді айттым, маған бәрібір кім болса да деп. Бірақ маған сол уақытта тиісе бастады, айтты, енді сен сондай күреске қатысасың екен, енді сені көрейік, сен қандай қыз екеніңді деп. Сонда енді сол уақытта енді сол қыздар өздері тиіскеннен кейін, енді жаңа қыздарды орнына қою енді жаңағыдай мәжбүр болды. Апа, рахмет сұхбатыңызға. Сізге бар жақсылықты тілеймін. Қазақтың қазынасы әрі қарай сақтап паш етуіңізге тілектеспіз. Және сіз сияқты мықты апаларым көп болсын деп тілеймін. Қазақ елім, Жансу сіңіліміздің YouTube, Facebook және Instagram парақшасына тіркеліңіздер, лүпіл басыңыздар, және де қазақ контентін қолдайық.